Саламатсыз ба, аудан әкіміне менің кішігірім өтінішім. Мынау Әбілқайырхан Переулок көшесі, Әбілқайырхан полный трасса болғанымен, бері қарай переулокта вообще я грабе жоқ, я шегеғымда жоқ бетінде. Сондықтан қазіргі бері қарай, ана көшеден бері қарай машина кіру өте қиын болып тұр бізге. И және біз мына жерде адамдар тұрады, не қылса. Бұл жерде де. Мына этажда полный адам тұрады. Ал бұл этажға келсек, бұл этажның алдының бәрі осы мектеп 288 мектеп салынғалы, осы жердің жаңағы грабиі болған баста бір кішігірім әйтеуір жеңіл желпі өтетін. Мына мектеп осы мектептің стройкасы басталып, осы мектеп салынғаннан кейін біздің жолымыз осында құрыды. Жол кабелін қазды, тоққа келетін, мына тоққа келетін. Одан қалды мына жерден ауыр машинаның бәрін осы артпен кіргізді. Қазір де артпен кіргізеді. Енді қазір қарасаңыз біздің көшеміз лай. Кәме лайдың сізге барынша мен сізге көрсетем, қанша сантиметрге дейін лай болып мынадай болады, міне. Қараңыз, енді мынадай болып бала-шаға мектепке барады. Мектепке барады, өз жерде қанша бала. Бұл көшеде вообще жүру невозможно. Мына көшенің полный көше батпақ. Я машина келмейді мына жерге. Таксиге салып балдарымызды садикке апаруда машина келмейді. Бізге осы жол бізге мұң. Сондықтан сізден өтінерім, осы жолды бізге дұрыстап, граби төгіп, осы жолды дұрыстап берсеңіз. Потому что бізге мына мектеп салынған кезде бізге уәде берілген. Жоқ, ертең осы мектептің құрылысы біткеннен кейін осы жолдар сіздерге дұрыстап береміз, білдірген деген. Осы стройканы бастаған кезде солай айтылған. Ол кезде старый әкім болған. Ал сол әкім кеткеннен кейін де ол кісі болды, бұл мектеп біткен кезде. Соның өзінде де бұл жол жөнделген жоқ. Осы күйімен жатады, міне көктем болса, жаңбыр болса, осындай міне көшеміз. Біз енді қайда барамыз, кімге айтамыз мына жолды? Я машина кірмейді, я адам жүре алмайды. Сізге толық көрсетеймін, ерінбеймін. Міне аяқты басып көрсетеймін мен сізге, міне. Ойбай. Міне, толық көше балшық. Біздің көшемізде, я ар жағынан келетін жол жоқ, я бер жағынан келетін жол жоқ. Міне, сіз бұған не дейсіз, аудан әкімі? Сіздерден шара болмаса, осы видеоны Нәлібаевқа жіберіп, Нәлібаевтан көмек сұраймыз, басқа амал жоқ, міне. Көріп тұрсыз ба? Міне, бір жағын айтар, міне, мына здание бос тұр. Я сіздерде жаңағы қаражат бөлінбесе, хотя бы осы зданияны бұзып, осы көшемізге төсеп берсеңіздер. Бос тұрған здания мынау. Даже документ бойынша жоқ здания мынау.